Бүгін бағдардан көретіндеріңіз Кәрім Мәсімовтің қанша күндік ғұмыры қалды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұрынғы басшысын қадағалау керек пе? Күдебаев секілді қашып кетпеуіне кім кепіл? Күдебаев демекші Алматы облыстық полиция департаментінің экс-басшысы Түркияға өтіп кеткен. Шетел асқан генерал жайлы шекара қызметі басшысы не деді? Ринат Заидов еліміздегі телебағдарламаларды жабуды ұсынды. Ақынға астарлы ақиқаттың несі ұнамай қалған? Назарбаевтың бұрынғы келіні Гүлмира Сатыбалды соттан араша сұрады. Әрекетінен адамдықтың есі де шықпайтын қайраттың жұбайы мұсылмандық туралы не айтты? Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін аптадағы айшықты оқиғаларды саралап, рет-ретімен көрерменге ұсынбақпыз. Осы аптада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімовке қатысты тың дерек айтылды. Дәрігерлер оның денсаулығы нашар екенін айтып, тіпті ана дүниеге аттанып кету қаупі бар деп дабыл қақты. Доктор Браун Мәсімовтің 2023 жылдың қаңтарында шұғыл операциядан өткенін, егер медициналық көмек болмаса, оның денсаулығы нашарлай беретінін жеткізді. Кәрім Мәсімов соңғы рет 2022 жылдың 6 қаңтарында қауіпсіздік кеңесінің отырысы кезінде көпшілік алдына шықты. Сол күні Мәсімов қызметінен босатылып, оның орнына Ермек Сағынбаев тағайындалды. 8 қаңтарда Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі Мәсімов пен оның орынбасарларының ұсталғаны туралы хабарлаған еді. Сот өте құпия деген белгімен жабық форматта өтеді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы сотқа алдыра алмай жүргенде оның Күдебаев секілді шекара асып кетпеуін қадағалау керек. Мемлекетке опасыздық жасаған азаматқа жанашырлық танытқан дұрыс па, бұрыс па, оны пікірге жазыңыздар, құрметті көрермен. Дана қазақ темірді кеннен ізде, бақытты терден ізде дейді. Ал Күдебаевты қайдан іздейміз, құрметті көрермен? Шекара кесіп, шетел асқан генерал-майор кәнігі қашқын болып шықты. Қырғыздың атшулы бандитімен қоян қолтық араласатын Күдебаев шекарашылардың аузын айға қаратып Түркияға өтіп кеткен көрінеді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары шекара қызметінің директоры Ерлан Алдажұманов генерал-майор Серік Күдебаевтың елден қашуына байланысты пікір білдірді. Все пропало. Айта кетейік, Алматы облысы полиция департаментінің бұрынғы басшысы Серік Күдебаевқа халықаралық іздеу жарияланған еді. Серік Күдебаев сот үкімі шыққанға дейін Қазақстаннан кетіп қалған. Алдажұманов Серік Күдебаевтың тауда жеке қожалығы бар екенін айтып, оның тау арқылы шекараны кесіп өткен болуы мүмкін екенін атап өтті. Қашайын деп тұрған қоянға тәйт деген соң не зорлық? Сот отырысына келмеген Күдебаевтың енді қай түкпірді паналайтынын бір Құдай білсін. Цитата. Түрлі болжам бар. Оның тау жақта туған жерінде шаруа қожалығы бар. Жол көрсететін адамдар да болған шығар. Біз тау арқылы елден шығып кеткен деген нұсқаны қарастырып отырмыз. Мәжілістің су жаңа депутаты Ринат Заидов еліміздегі телебағдарламалар туралы сөйлегенде бүйдеді. Әлеуметтік мәдени даму комитетінің отырысында депутат отбасындағы жанжалдарды талқылайтын телебағдарламаларға қарсылық білдірді. Ел боламын десең, идеологияңды түзе дегендей, елдегі кейбір бағдарламалар ашықтан ашық қоғамның санасын улап жатыр. Бұл ақиқат. Теледидарды ашып қалсаң, көршісінен жүкті болған қыздар мен ажырасқандар туралы ақпараттан көз сүрінеді. Депутаттың пікірінше, мұндай жағдайда ақпарат министрі білек сыбана іске кіріскені жөн. Міне депутаттың сөзі. Отбасылық жанжалдарды, телеарналарды талқылауды тоқтату керек. Бұл ақпарат министрлігіне тікелей қатысты. Астарлы ақиқат дегендерді жабу керек. Келіп алып, мен қайнатаммен жаттым, мені өгей әкем зорлады дегенді бәрі жиналып талқылағаннан кейін, екінші адамда сондай екен ғой деген ерексіз ой туады. Осыны тоқтату керек. Алдыңғы толқын келместің кемесіне мініп кеткеннен кейін елдегі барлық жауапкершілік түгелмен біздің аға буынға түсетіні айтпасақ та белгілі жайт. Рейтинг үшін ар намысын ысырып тастап, төгіле сөйлейтін тілшілерге құлақ қағыс. Көкжашық ұрпаққа тәрбие беретін қуатты құрал. Қу-құлқынның қамын күйттеймін деп жүріп, ұлттың наласына қалмаңыздар. Адам санасы сан саққа кеткен заманда жастарға дұрыс тәрбие берсеңіздер игі.
Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдының бұрынғы әйелі Гүлмира Сатыбалдыға қатысты сот ісі әлі жалғасып жатыр. Экс-президенттің бұрынғы келіні 14 сәуір күнгі кезекті сот отырысында өз кінәсін мойындамай, бірақ бостандыққа шығу үшін залалды өтеуге дайын екенін айтты. Айта кетейік, Гүлмира Сатыбалды адам ұрлап өзінше билік етті деген күдікке ілінген. Сонымен қатар, екі кәсіпкер бизнесін рейдерлік жолмен тартып алғанын мәлімдеді. Мұсылмандар үшін қасиетті ай өтіп жатқанын жеткізген ол үйге барғысы келетінін айтқан екен. Еске салайық, наурыз айында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Гүлмира Сатыбалдыға қатысты кәсіпорындардың қатысу үлестерін заңсыз иемдену, соның ішінде адам ұрлаумен ұштасқан фактілері бойынша тергеуді аяқтады. Жәбірленушіге келтірілген залал көлемі 6,6 миллиард теңгеден асады. Көптің көкейінде елбасы туралы заң күшін жойған соң, оның туыстары жазалана ма деген сұрақ тұрғаны жасырын емес қой. Мұндайда мемлекет басшысы ұрандатып жүрген әділ Қазақстан көрініс береді. Әлсіздерді басынып, әділетсіздікке жол ашқандар қызмет бабы мен туыстық байланыстарына қарамастан жазасын тартуы тиіс. Бұл халықтың талап тілегі. Осымен Бағдардың кезекті саны тәмам. Арнаға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, ағайын анығын білсін десеңіздер, осы бейне жазбаны таратыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.